81 жылы сол осы неге келдім, сол семейге келдім. Енді техникум бітірген болсын, институтқа түсемін деп келген. Сонан кейін сол өз Торай Ғырбаға келіп қондық. 34 қадеспейін. 34-ке келіп қондық. Сонан кейін келгеннен кейін қазір Нұркен келеді деді. Ол уақытта Нұркеннің жаңа ғана кандидаттықтың қорғап не болып жүрген жаңа жақсы нені бітірген екен сол институтта. Содан кейін сол менен бір командировкадан келген беті екен. Алғаш көргенімде ол кісіні ұзын бойлы, енді ер тұлғалы, бойы биік, басында папағы бар, үстінде көк үлкен пальтосы бар, сары жігіт, өң десе өңі бар, несінде. Өзіме қазақтың бір келбетті, неге тартқан, мәдиге неге тартқан жігіттеріндей бір азаматты көрдім. Сол таныстығымызды бұлай бұрыннан таныстығымыз, руын білемін бұрыннан біздің Жаңбапайдың несі арқылы. Содан кейін өзіме сондай келісті жігіт, және өте бияз екен. Ол күні екеуміз бірге Сайман қарадық, маған содан кейін не қарадық, ол уақытта Саймандан Мәскеуеттің қасында болады, Жигули, жаңа Жигули, соған анамын Сайманға, ол кісі де болысып үйге келгеннен кейін, соны қарап жүргенде, әрбір жүріс-тұрыстарына қарап отырдым. Мен өзім өте қызықтым, өзім бойым осындай 1.60-65 бірде. Енді анадай жігіт, енді андай неде өте сыпайы, өте тәрбиелі азаматқа кезіккенде. Мен өзім соған танысқаныма өзім қуандым, шын айтқанда. Ол неде отырғаны, үйдегі келгендегі жағдай, бәрі қарапайым болды. Ешқандай несі болған жоқ бұлай. Бұлай өркөкіректеніп, болмаса мен әлгі кандидатпын, болмаса мен әлгі институттың мұғалімімін деген жоқ. Содан кейін мен де ештеңемді айтқанды жоқпын. Сол бетте екеуміз қонақ болдық. Сонда 3 күн қонақ болдық өзіміз аралап. Одан кейін ол кісінің де бір әкесі әперген мәшинесі бар екен, Москвич. Енді соның қатар қойып қойып, оның кейін соны аязды күні Жигули ол уақытта тездеп айтады. Ана кісіге су шайын тасып завод етмей жатты 40 градус сонда. Содан кейін сонымен сөйте өзіміз қалыптасып кеттік солай танысып. Содан кейін неге келгенімді сұрады. Мен айттым осылай заочный оқиын деп келген, бітірген, енді білім жалғастыру керек қой деп сөйдедім. Сол немен содан кейін жарайды деді ол. Енді ештеңе неткеніміз жоқ бізге. Содан мен документімді тапсырып кеттім. Содан кейін барып содан кейін артынан установщикке келдім. Содан кейін мен сол заведующийдің сол бірінші курсына қабылдандым. Сол неге сырттай оқуға. Содан документтерімді алып кеттік. Содан кейін тағы да келген сайын Семейге келгенде біздің де сондай нетіп тұрған жақындарымыз жоқ. Содан сол өзімізге не болып кетті, үй болып кетті. Келгенде кейін келіп жүрдік. Содан кейін содан мен установщинаға келгенде балалармен бірге неден тұрдым. Ол кісі балалармен келіп установщиға квартира іздеп сонда тұрып, содан кейін жағында оның да қадірі мықты болды өте. Сол барлығы түгелдей не қылады. Нұркен Мырзаханович, енді адам тартылады ғой адам деген адамға сол. Өзіме көргенде қандай сыпайы азаматқа кезіктім деп мен солай ойладым, шын айтқанда. Осы кісі нағыз жолдастыққа да неге. Мен өзім де тартылдым содан
келіп мана мынау немізді өткенде кезіккенде ол үйге жүр дейді. Қонақжайлығы тағы бар. Сөйтіп жүргенде әкесі келді. Әкесі келгеннен кейін сол ол Жамбапайдың несі екен, сол Мырзаханның інісі екен. Содан кейін сол таныстықпен жақсы таныс болдық та, бірақ мен бізде жұмыс істеп жүрдік. Мен өзім ауылыма установищте кеттім. Содан кейін сол жақта қайтадан қайта келдім. Жылма-жыл сол уақытында арасында содан кейін қонаққа шақырысатын болдық бір-бірімізді. Содан кейін солай жолдас болдық. Біз мына ешқандай басқаға байланыстырғанымыз жоқпыз. Ол кісі де маған неғылмайды. Бұл ол кісі сабақта қатты болды дейді. Енді өз несінде кейінді көрдік. Сабақты қатты қарағанды жақсы көреді ол кісі. Содан кейін мен де өзімде сол талпынысым бар. Мынаға не салғам жоқ. Қамшы салдырғам жоқ. Мен әйтеуір жазып алып беремін. Неден контроль үйіне өткіземін. Содан кейін сол институтты сол бітіргенше солай жүрдік. Бірақ жазғы уақыттарда, елі уақыттарда қыдыруымыз, содан кейін ел аралауымыз, және бір төмен ол кісінің қабілеті мен ашыла түседі екен. Оның домбыра тартатынын көрдім. Өзімде бірдеме деп ақырын өлең айтамын, не етемін, содан кейін домбыра тартатынын көрдім. Музыкаға хабары бар екен, сол музыкалық дарыны бар екен. Мен енді домбыраны тарта алмаймын, сол аузыммен өлең айтамын, содан бастап қалыптасты. Одан басқа жақтарының барлығы да қай жерде болсын, қайда барса да ол кісінің. Мен көп нәрсе ол кісіден бірге жүріп алдым, үйрендім, шынын айтқанда. Мен бұрынғы немнің бәрі кейбір сөздерім, соның сөздерін де алған сияқты сөйлегенде де, үйреткенде мен сол сөздерін де алдым деуге болады. Сондай жолдасым болған еді. Осыдан сол қанша жыл болды? 81-де бермін. Міне содан бері біздің араластығымыз болып тұрды. Арамызда қандай арада жыл емес, осы бір жылда қайта 2-3 рет кезігіп жүрдік. Енді ол кісінің несі, мына ветеринарларға берді білімді. Содан кейін мына микробиологиядан келгенде Каханина деген біздің неміз болды. Сонда сабақ берді. Енді жоғарғы курсқа барған дегені біз Нұркеннің қолына бардым. Сонда тапсырдым содан. Енді тапсырғанда ол бәрі түгелдей әділдімен ол кісі қай жерінің алдында бағалап нетіп отырады өзі. Енді ешқандай ошелей де жасамайды, былай да жасамайды. Дұрыс десе қуанады, дұрыс айтсам. Солай болды. Сол семьяда да солай болды. Оны шолпанмен жолдасын танысып, соның өзіміз бір енді жақсы семьялар болды араласатын. Қалада, даладамыз, кереметтей, о заманда қазіргідей коррупциямыз жоқ, біздің ешқандай таза бір-бірімізге деген махаббат. Ол іздеп тұрады. Оны келмесе, дұрыс нетпедің деп шолпанмен де нетіп жататын. Төсегін дұрыс тапсам, несін дұрыс тапсам. Мен анда құрғанда мен де солай. Содан кейін бұлар да өзі орнықты екеуі де орнықты кезіккенде олардың жолдастарымыз да солай болды. Олар барса Нұркенді ол қарсы алып жатады. Тіпті мен үйде болмай қалсам да ол кісінің несі бәрі дайын болады. Мұны жаққа келсем шолпан еркелеп мен де келем, ол да сөйтеді. Сондай бір отношениеде өзім мені жақсы енді өмірде осыншама өмір сүріп отырмын, 78 жасқа келдім міне. Мен сол кісі кетіп қалдым, мінекей соның өзі менің бір үлкен ойлық қойған бір нем сияқты болды. Жолымның мен бір енді сондай кісімді жоғалтқандай болдым. Сондай жағдайда болдым. Қашанда. Нұркен баса бүйтіп, биыл звондағым жоқ. Енді жаңа жылда ол звондайтын, наурызда мен звондайтынмын. Білеміз өзіміз. Содан кейін сол сыртынан бір звонокпен сөйлескеннен кейін
жағдайымыз оның да жақсы екенін мен білемін, мен ана жақтан біліп отырамын, солай болғанбыз. Енді басқа да енді аралас мына қонақ мені ол жаңа қонағымды кімді шақырса да мені тастамайтын. Қонағым оны кім отыр онда шатағы жоқ, ол оған бар ғой негізінде бастық не дегендерді ол несіне қарап әлгі жалпақтау болған жоқ ол кісіде. Кімге болсын. Маған десе соның өзінің ректоры басқа онысына қарамайды. Сөз ол кісіге. Дұрыс сөз сөйлесем, ол да саған дұрыс жауап береді. Мінезіне тиіспесең, өзіне дұрыс адамдық ұрына тимей сөйлесең, дұрыс сөйлесең сені құптайды да. Және арқатай жол дейді. Міне сондай адам болған. Ол бір қазақтың ішінде сол бір туар азамат па деп ойлаймын өзім ол кісіні. Сол ғылыми атақтарымен белгі болып тұр ғой. Бірақ мына адамшылық жағынан да сондай несі бар. Барлық жағынан да солай. Бір кісіге ол мұны ананы қарамайды ананы. Анау былай тұрау, ананы киімін ашарау, былай несі. Жоқ, ол бәріне амандасып, одан қолын беріп, кәдімгідей содан кейін үші жағдайын сұрайды. Сондай. Қайда болсын, солай жүрген адам ол кісі. Өзіміздің үйге бір жерде жағдай болмай не етсе, оған да қарамайды, отырып іше береді, тамағын ішіп, бірге несінде қайғы барсақ да, малшының үйіне барсақ та, ол кісі сонда әлгі бұлай біраз етету дегенді білмейтін адам. Бір жақсы. Содан кейін домбыра болса, соны қарап, домбырасын өлеңін кішкене айтып, сөйтіп. Содан кейін сол сөз нелерді жинақтайды ол кісі. Қарап жүргенде. Кейде екеуміз ергесіп қаламыз. Сен менің ойымды дүркен, сен менің ойымды ұрлап отырсың деп мен айтамын кейде. Мал жөнінде бірден нетеді ғой. А как же дейді сонда. А как же? А мен кімнен алуым керек дейді. Шынды айтсаң дұрыс. Бір адамның басында ол өтпейді ғой. Ана сонда нәрселерді айтамыз ғой, бір мал жөнінен, үй жөнінен бәрін түгелдей, солардың бәрін түгелдей ол кісі сонда мұқият тыңдай қалады. Тыңдай қалғанда кейде мен айтамын, сен менің ойымды ұрлап жатсың деймін. Сөйтіп оны қарқылдап күліп болады. Содан кейін енді қалай болады дегендей. Бірге келдім бе, мен сен білетін специалист болғаннан кейін, не болғаннан кейін соны нетемін. Тағы да қандай кісілер отыр, олардың да ойын тыңдап отырамын. Оларға өз алдына, тамақ өз алдына, олай несімен соны байқап, мен өзім саралап отырамын, ол менің жұмысы өзіме біткен қасиет дейді. Сондайды айтатын бұл кісі. Өте жан жақты болды бұл кісі. Қазақтың енді бұл универсал ғалымы деуге болады бұны. Музыка жағына да барады, қай жағына да болсын барады. Енді содан кейін енді өзен бойына барамыз кейде. Онда да сол қашан да болсын озық ойлы адам. Және біліп тұрады. Қатты сыйладым сол үшін сол кісі кеткеннің өзім маған үлкен қазір өмірден ол етіп қалған басқа кісі мен өте тапқам жоқпын шын айтқанда. Өзім істеген жұмысын өзім көріп отырсыздар. Мен өзім тракторист болдым, К-700-ның тракторисі болдым. 23 жасымда кеудеме сол медалін қададым, СССР-ның медалін емес, орден, знак почетын. Содан кейін ол жақта да мен сыйлы болдым өз жұмысымда. Содан кейін сол оқудың арқасында сол механик болдым, механиктен бастап бригадир болдым, бригадирден бастап одан кейін шеберхана меңгерушісі, содан инженер, содан кейінгі жұмысым қайтадан институт бітіргеннен кейін қайтадан партия жұмсап, еріксіз неге кеттім, қайтадан ауылды көркейтуге сонда болдым. Еріксіз партияның жұмсаған жеріне барып жүрдім. Ол сонда, бірақ сол партияға өткен жоқ қой деймін сол. Партияда болды? Партияда болды ма? Онысын айтқанда, ол жағында біз сөйлескенбіз жоқ. Көбінесе сол ана жақ болған біздікі. Сондай неміз болды. Естен кетпестей, бір
бір өмірде өмір сүрсе соның ішінде ең бір жақсы әңгіменің ішінде көбінесе нұркөмен. Кейбіреулер енді басқадайлар сөйлейді ғой, енді шын айтқанда әртүрлі адамдар. Біреуі кеудесін қағып сөйлейді, біреуі неғып сөйлейді. Енді бізде ондай болған жоқ. Қатар жүргенде сені тең санайды. Тең санайды. Және сенімен адамша сөйлейді. Адамшылықпен несін ашық көңілімен сөйлесіп отырады. Сонысымен өте ұнады маған. Сондай жолдас болғанымыз мінекей осы оған болды. Міне 41 жыл болды ғой. Енді санашы жаңадан сондай. 44 жыл. Сонша жыл мінекей бірге жүрген жолдаспыз былайша айтқанда. Мен қазір келіп отырғанымда мына қалған артындағы Шолпанның да бұл жерде еңбегі бар бізге. Біздің анау немізде Шолпан біздің бәрінде сонда қабақ шытпай қарсы алатын. Үлкен жолдас мінекей. Мұрат кеп қапты деп. Мұрат деп айтады олар. Мұратхан менің атым. Солай деп отыратын. Енді жандос деген өзі еріп жүретін біздің артымызда. Енді қалай басқадай сөз айтым, бір жақсылықпен болған. Енді ал енді әкесін де көрдім ол кісінің. Ол әкесі Мырзахан енді фронтовик болды. Неден келген, сонда анда-санда торай қырыларға келетін сол. Келгенде сол ол кісімен де сол өзен басына барып отырамыз. Сонда ол енді ол кісіге Жуковский ең құяды. Ана жолдастары отырады, бір-екі жолдас. Мен отырамын, бәріміз отырамыз, бәрімізге құяды. Содан кейін ол кісіге нетеміз. Содан кейін Шолпаннан орысша жағдай естіп қалмау үшін ана кісіні алдағы саламыз. Үйге қайтқанда. Енді шын болған нәрсе осының бәрі. Шын болған артында ана кісі. Одан кейін оның артында Нұркен бассалды, артында еріп отырды. Шолпан енді бірдемелер істелмей қалады. Агөреттің несі, неде. Соған еткенде соны етеміз. Маған ете алмайды Шолпан, үшінші көре жетеміз. Жатып қаламын. Солай болдық енді шын айтқанда. Жүрістерің дейтін деген Шолпанның айтатын сөз атасынан именіп, кішкене именген емес, сыйлағанды ғой, үлкен сыйламасы, үлкен не ғой, жоқ қой оныкі. Онда Маржан, Ерлан, сендер кішкентайсыңдар, сол уақытта сөйтетін. Жүрістерің сендердің дейді сонда. Сондай өттік. Жаңа үйін жудық қой, кейін жаңа үйге кеткенде. Сондай не болды. Мен енді 25 жылдығында да болдым, 50 жылдығында да болдым. Енді әртүрлі адамдар сөйлеп жатады. Мен өзім несімен неткем жоқ сол. Мына сол енді сондай досым болып еді қайтадан. Енді қазір жаны жанатта болсын. Енді топырақ торқа болсын. Оған басқадай ешқандай айтатын сөзім жоқ басқа. Бір досым кетіп қалды енді өзім. Әйелім де кетіп қалды. О да біздің үйдің қазығы болатын. О да тапжылмайтын. Бұл қазақтың нағыз қасиетті әйелдері мына Шолпан деген, Рысқайша деген бұлар. Олардың бәрі түгелдей. Бәрі сол азаматының қамын ойлады. Азаматын қамын ойлағаны, балаларының қамын ойлады деген сөз ол. Енді ақшаны кім әкеледі? Нені кім әкеледі? Ананың бәрі күн болмастар, бұлар сондай өз еңбекқор, және ешқандай жалықпайтын қазақтың әйелдері болды, екеуі де. Солай жақсылықтарда бәрінде бірге жүрдік.